Арма ардақты ағайын, эфирде әдеттегідей дабыл-дабыл бағдарламасы. Эфирде мен Райымгүл Махамбетова. Алдымен қысқаша аңдатпа. Жаңаөзендік полицейлер 19 килограммға жоқ кептірілген марихуана шөбін тәркіледі. Жаңаөзенде ішімдікке сылқия тойған 2 әйел адам бір азаматты жабылып ұрып соғады. Жол мәдениетін сақтамай, бір-біріне өрескелдік көрсеткен азаматтар жедел басқару орталығының бейнебақылау камерасына түсіп қалды. Ішімдіктің соңы пышақтасумен аяқталды. Жаңаөзен аумағында демалыс күндері құқықтық тәртіп атты рейд шарасы өтті. Жаңаөзендік полицейлер 19 килограммға жоқ кептірілген марихуана тәркіледі. Тәртіп сақшылары арнайы операцияны қалаға қарасты Теңге ауылында жүргізді. Тексеру кезінде көліктегі қаптардан аса ірі көлемдегі есірткіні көргенде құзырлы орган мамандары да таңғалған. Сараптама қорытындысына сәйкес тәркіленіп алынған заттың жалпы салмағы 18 килограмм 951 граммды құрайтын кептірілген марихуана болып шықты. Тінту кезінде тәркіленген затты өзімен бірге сақтап, сатпақ болған күдікті жаңаөзендік екен. Күдіктінің іс-әрекеті қазіргі кезде Қылмыстық кодексінің 297 бабының 3 бөлімінің 3 тармағымен сараланды. Күдіктіге қатысты аталған бапқа сай 10 жылдан 15 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін. Екі бірдей қап пен пакетке оралған есірткінің құны қара базарда шарықтап тұр. Аса ірі мөлшердегі марихуана шөбін саудалап, табыс көзіне айналдырмақ болған. Аталған қылмыстық іс тергелуде. Күдікті 10 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін дейді тергеушілер. Жаңаөзенде ішімдікке сылқия тойған 2 әйел адам бір азаматты жабылып ұрып соғады. Алдын ала келісіп, бұзақылық ниетпен қылмыстық әрекетке барады. Ер азаматқа қарсы күш қолданған әйелдер оқиға орнынан бой тасалайды. Олардың өрескелдігі бейнебақылау камерасына түсіп қалған. Бүгінгі таңда күдіктілердің әрекеті әшкерленіп, қылмыстық іс қозғалып жатыр. Алдыңғы хабарымызда жолға таласқан жүргізушілер туралы материал берген болатынбыз. Бүгінгі кейіпкерлерімізде жол мәдениетін сақтамай, бір-біріне өрескелдік көрсеткен азаматтар. Жолдың қақ ортасында қуспақ ойнап, балағат сөздер айтып, қала ішіндегі тас жолда апаттық жағдай тудырған. Көліктерден бас ауызып, жолын бөгеп, келесі көліктегі жүргізушіге тұра ұмтылып, рөлдегі азаматқа бір емес 2 бірдей күдікті жұдырықтап ұрып күш көрсеткен. Бірден ауруханаға қаралған жәбірленушіге дәрігерлер жеңіл түрдегі жарақат берген. Ал өрескелдік жасағандардың ісі тергеліп жатыр. Ішімдіктің соңы пышақтасумен аяқталды. Бір-бірімен ерегескендер түнгі 12:30 шамасында жанжалдасып төбелеседі. Болмашы нәрсені сылтау қылып, 24 жастағы күдікті өзіне қарсы келген адамды өлтірмек болады. Үйінен асхана пышағын алып шығып, сөйлесіп тұрған азаматтың кеуде тұсынан пышақпен күштеп бірнеше рет жарақат салады. Ауыр дәрежеде жарақат алған жәбірленуші ауруханаға түсіп аман қалады. Бой тасаламақ болған күдікті ұсталып, іс Жаңаөзен қаласы полиция басқармасында тергеліп жатыр. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 106 бабының 1 бөлімінің қылмыстық іс қозғалып, тергеп тексеріліп, сотқа жолданды. Ол азаматқа қарсы Қазақстан Республикасы аталған бапқа сай 3 жылдан 7 жылға дейінгі бас бостандығынан айыруға немесе шектеуі мүмкін. Жаңаөзен аумағында демалыс күндері тәртіп сақшылары күшейтілген бағытта жұмыс атқарды. Нәтижесінде оқыс оқиға тіркелген жоқ. Алайда жол ережесін бұзып, заңға бағынбағандар көп болды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Түнгі мезгілде жол сақшыларымен бірге қала мен ауылдың тыныштығын торыдық. Алайда тас жолда тайраңдап, апаттық жағдай туғызып, заңға бағынбай көкелеріне сенген жүргізушілерді де кездестірдік. Солардың бірі жасы кәмелетке толмаған көлік тізгіндеген мына бір оқушы. Жол сақшысының көзіне бірден түскен мына көлік иесі жасөспірім болып шықты. Бірден айыптұраққа қамалып, жасөспірімнің ата-анасына айыппұл салынды.
Жаңаөзен қалалық жедел басқару орталығына есірткі затын ұстап жүр деген хабарлама келіп түсті. Мамыр шағын ауданында Теңге ауылының тұрғынының қалтасынан есірткі заты тәркіленіп алынды. Жол сақшылары қала мен ауылды қырағылықпен тексеруде. Айыптұраққа құжатсыз басқарған көліктер қамалып, иелеріне айыппұл жазылуда. Заң аясында біріне ескертулер де берілді. Қызылсай ауылына қарай бет бұрдық. Ауыл тыныш, жол ережесін бұзып, өрескелдік жасағандарды кездестірмедік. Ішкілікті күйде көлік басқарғандар құқықтық тәртіп шарасы аясында 1 сағаттың ішінде 2 бірдей мас жүргізушілер анықталды. Осы аптадағы хабарым осымен тәмам. Егерде оқыс оқиғаның куәгері болсаңыз, төмендегі нөмірге хабарласуға болады. Келесі аптада жүздескенше ел аман, жұрт тыныш болсын ағайын.